Сәлем достар, бүгінгі видео сіздерге пайдалы болады деп ойлаймын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Бүгінгі видео егов арқылы азаматтарды әскери қызметке шақырудан босатуға өтініш жіберу. Ең алдымен біз егов порталына кіріп аламыз ЭЦП ключтарымызбен. Одан кейін сіздерде осылай басты бет шығады. Осы жердегі әскери есеп және қауіпсіздік деген бөлімге барасыздар. Ең астында тұрған. Ол жерде сіздерге әскери қызмет туралы бірнеше нелер шығады, сіздерге бөлім шығады. Енді соның ішіндегісі қазір ашылсын, сіздерге көрсететін боламын. Сол бөлімге кіресіздер. Міне осы жердегі азаматтарды әскери қызметке шақырудан босату дегенді таңдайсыздар. Бұл жерде онлайн сұрау батырмасын баспай тұрып, қызметті онлайн алу деген жердегі шарттарды оқып алсаңыз болады. Елисенс порталымен тапсырылады бұл. Осы бетте онлайн сұрау батырмасын басасыз ең бірінші, одан кейін жүйеге кіресіз, электрондық лицензиялау порталына кіреңіз. Егерде оған тіркелмесеңіз, электронный почтаңыз арқылы тіркеліп алу керек боласыз. Одан кейін үшіншісінде сізде барлығын танысып, қызметке онлайн тапсырыс беру батырмасын басыңыз. Немесе қажетті қызметтің кіші түрін таңдау әрі қарай батырмасын басасыз. Сосын төртіншіде сізде ЭЦК ключмен қол қойып жібересіз. Бесіншіде сіздердің статустарыңыз көрінеді. Уже дайын ба, уже отказ ба, барлығы осы жерде бесінші шагта көрініп тұрады. Үшінші шагта сізге шыққан қызмет түрлерін толтырып, анкета қылып жібересіздер. Одан кейін уже сіздерде документтеріңізді көрсеңіздер болады. Енді біздер барлығын танысып болғаннан кейін онлайн сұрау батырмасын басамыз. Сол кезде сіздерді автоматты түрде Елисенс порталының басты бетіне кіргізеді. Сол кезде сіздер егерде Елисенс порталына тіркелмеген болсаңыздар, почталарыңызбен тіркеліп аласыздар. Немесе ЭЦП ключтеріңізбен де кірсеңіздер болады. Осылай сіздерге автоматты түрде басты бетке осылай кіргізіп береді Елисенс порталында. Сосын освобождение граждан от призыва на воинскую службу деген неге кіргізеді. Сосын мына жерде қазір менде толық шықпай тұр. Толық шыққаннан кейін заказать услугу онлайн дегенді басасыздар. Әрі қарай жаңағыдай қажетті құжаттарыңызды толтырасыздар. Яғни сіздерге анкета бірдеңке документтер шығарып береді, соны толтырасыздар. Одан кейін ЭЦП ключтарыңызбен қол қойып жібере бересіздер. Бұл видео сіздерге пайдалы болады деп ойлаймын. Менімен бірге болыңыздар. Алда көптеген пайдалы видеолар шығарады.